Саламатсыңдар ма? Саламат. Яғни бүгінгі сабағымызда мына мүйізді алғашқы өңдеу туралы түсіндіретін боламын. Мүйіз сүйектен бұйым жасау үшін ең бірінші бұларды жуып тазарту процесі жүреді. Ол үшін үлкен қазанға тапқан материалдарымызды, яғни табиғи материалдарымызды, мүйіз бен сүйекті салып, хлорлы және тұзды суда қайнатамыз. Сол кезде мынадағы иіс жойылады және бактериялар жойылады. Содан кейін өңдеу процесі жүреді. Ол үшін қол арасымен, темір кесетін арамен немесе мына кескіш құралдармен көмегімен мұның барлығына кесу жұмыстарын жасаймыз. Ол үшін мынандай керекті өзінің элементтерін пайдаланамыз. Мысалға біздің мына ойластырып жатқанымыз гүл, яғни гүлдің жапырақтары, одан кейін мынау кеме, бұлар жасау үшін бірнеше күрделі операциялар, жұмыстар жасалады. Яғни жалпы мына тазарту жұмысы мына құралдың көмегімен жұмыс жасайды. Бұл электр тогымен жұмыс жасайды. 1000 айналым минутына айналады. Енді онымен жұмыс жасау кезінде міндетті түрде қорғаныш қаптамасы бар нәрсе киіп жұмыс жасаған дұрыс. Өйткені бұдан біраз нәрсе ұшып шығады. Ол нәрсе біздің көзімізге немесе тыныс жолымызға өтіп кетпеу керек. Міне қосылады. Онымен жұмыс жасаған кезде яғни наждактың көмегімен сыртқы бетін тазалау жұмысын жүргіземіз. Тазалау жұмысы жүріп жатқан кезде біздің бөлмеміздің желдеткіші ашылатын болуы керек. Міне көрдіңдер ғой. Яғни жалпы мына тазарту жұмысы жасалды. Оны ылғал шүберекпен тазалап сүртіп алдық. Енді мына құйрық бөлшегін орналастырамыз. Құйрық бөлшегін орналастыру үшін жалпы мынаны кесу тілі орындады. Орындағаннан кейін сүйектен оның құйрығын кестік. Осы құйрықты енді мына жерге алып келіп біріктіру жұмысын жасаймыз. Яғни клеймен біріктіріп бекітіп жібереміз. Содан кейін балықтың қанаттарын кесеміз. Сонда жұмыс аяқталады. Мынау жалпы 3 түрлі жұмыс жасап жатырмыз. Біреуі дайын, мынау екі бұйымымыз енді дайын болады, бітеді, аяқталуға жақын. Мынау гүліміздің жапырақтары, мынау күлтелері дайын болды. Енді осыларды арғылай ағашпен біріктіріп, желімен біріктіріп жұмысымыз аяқтап бүгін болатын боламыз.